Сәлем достар, бүгін натурал сандар және нөл тақырыбын бірге қарастырайық. Біз тақырыпты бірінші цифрлардан бастайық. Цифрлар дегеніміз не? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9. Бұлар барлығы цифрлар. Цифрлар бізде 10 тал. Цифрларды біз сандарды құрастырғанда қолданамыз. Сандар. Мысалға үшін 13 саны 2 цифрдан құрастырылған. 1 және 3 деген 2 цифрдан тұрады. 245. 245 саны 3 цифрдан тұрады. 2, 4 және 5 деген 3 цифрдан құрастырылған. 678.190. Бұл бізде 6 цифрдан тұрады. 6, 7, 8, 1, 9 және 0 деген 6 цифрдан тұратын сан. Енді натурал сандарға көшейік. Натурал сандар дегеніміз не? Бірден басталып шексіздікке дейін кете беретін сандар. Натурал сандарды біз санау үшін қолданамыз. Мысалға 1 қалам, 2 қалам, 5 қалам деген секілді. 0 саны натурал сан емес. Неге? Біз бағана айттық, натурал сандарды санау үшін қолданамыз деп. Біз санаған кезде, мысалға үшін сыныптағы оқушыларды санайық. Бірінші оқушы, екінші оқушы, төртінші оқушы, 10-шы оқушы деп санаймыз. Біз 0-ші оқушы деп айтпаймыз ғой. Сол себепті 0 саны натурал сан емес. Енді разрядты қосылғыштар дегенімізді қарастырайық. Бізде бірнеше кластар бар. Олар бізде бірліктер, мыңдар класы, миллиондар класы және миллиардтар класы. Бөліп қойайын. Енді осы әрбір класс өзі жеке разрядтардан тұрады. Бірліктер класы бірліктерден, ондықтардан, жүздіктерден тұрады. Енді оны қалай түсінеміз? Бірлік деген бір орынды сан. Мысалға үшін 3. 3 саны бірлік. Одан кейін ондыққа бізде 2 орынды сан. 12. 2 орынды ғой, 1 және 2. Жүздіктерге 3 орынды сан кіреді. Мысал үшін 507. 3 цифрадан тұратын сан. Бұл жүздіктер. Енді дәл сол секілді мыңдықтарда 3 кластан тұрады. Мыңдық бірлік, мыңдық ондық, мыңдық жүздік. Бірлік мыңдық дегеніміз не? Бірлік мыңдық дегеніміз бірліктегі бірлікке ұқсайды. Мыңдар деген кезде бізге не елестейді көз алдымызға? Мысалға үшін 1000 десек, артында 3 нөлі бар сан елестейді. 3 таңбасы бар сан. Мысалға үшін 2781 десек, бұл не? Мыңдар. 2781. Артында 3 саны бар. 3 цифрасы бар. Сол себепті бірлік мыңдық дегеніміз 4 орынды сан да айтамыз. Мысал үшін 2781 дедік. 3 цифрадан кейін соңынан санағанда 3 цифрасы бар, 1 орынды сан. Сол секілді ондық деген сөз артында 3 цифрасы бар, 2 орынды сан. Мысалға үшін 18265. Артында 3 цифрасы бар және алдында 2 орынды сан. Жүздік дегеніміз мысалға үшін 285.170. 6 орынды сан, ол мыңдық жүздік. Ал ары қарай миллиондарда да дәл сол секілді. Мен қысқартып жазайын. Бірлік миллион, ондық миллион, жүздік миллион. Бірлік миллион дегеніміз 7 цифрадан тұратын сан. Мысалға үшін 1 миллион. Ол бірлік миллион. Ондық миллион ол 8 цифрадан тұратын сан. Мысалға үшін 15 миллион 785.120. Мысалға үшін. Мына жерде ондық екен қайдан білеміз? Біз соңында 6 сан есептеп аламыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5. 6 сан есептеп аламыз. 6 санның алдында 2 цифра болса, 2 орынды сан болса, ол ондық болады. Бірлік миллион
6 цифраның алдында 1 сан тұрса, онда ол бірлік. 6 цифраның алдында 2 сан тұрса, онда ол ондық. 6 цифраның алдында 3 сан болса, мысалға үшін 381.275.890. Соңынан санағанда 6 цифрадан кейін 3 орынды сан, ол жүздік миллион. Миллиардтарды дәл сол секілді бірлік миллиард, ондық миллиард, жүздік миллиард деп бөлінеді. Міне, бұл әрбір класста осындай разрядтар бар. Мыналар бізде разрядтар. Мына жақта да разрядтар, мыналарда да бірлік миллион, ондық миллион, жүздік миллион, бұлардың барлығы разрядтар. Яғни класстар разрядтардан тұрады. Разрядты қосылғыштар дегеніміз не? Мысалға үшін 275 санын разрядты қосылғыштарға қалай жіктейміз? Бізде 275 санның ең соңында 5 саны тұр. 5 саны ол бағанағы класстар бойынша қарастырсақ, ол бірлік. Енді соңынан бастап 2 орынды қарастырайық, ол 75. 75-тегі 5-ті айтып қойдық, 5 бірлік. Олай болса, 5-сіз қарастырайық, 70. Ол бізде ондық. Енді 5-ті қарастырдық, 70-ті қарастырдық. Енді оның алдындағы 200-ді қарастырайық. 200, ол бізде жүздік. Енді 275 санын құрастыру үшін біз осы үшеуісін бір-біріне қосамыз. 200 қосылған 70 қосылған 5. Міне разрядты қосылғыштар дегеніміз осы. Енді разрядты қосылғыштардың 2 тәсілі бар. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл бойынша жазсақ, 200 дегеніміз жүздіктерден нешеу? Екеу ғой. 100 қосылған 100 болады бізде 200. Солай ма? Сондықтан біз оны қысқартып 2 көбейтілген 100. 70 дегенді қалай түсінеміз? Бізде ондардан жетеу бар деген сөз ғой. Ондардан жетеу бар және 5-ті өзін қалдырамыз. Тағы да бір мысал, 9625 саны. Ең басында қандай сан тұр? 9000 тұр. 9000 қосамыз, одан кейін 6 саны тұр. 6 ол 100 болып тұр. 600 қосылған, одан кейін 2 саны ол 20. Сондықтан ондық болып тұр. Соңғысы 5, ол бірлік. Енді екінші тәсіл бойынша жазсақ, 9625. 9000-ның ішінде мыңдықтарда нешеу? 9, қосылған 600-дің ішінде жүздіктерде нешеу? 6. 6 көбейтілген 100 деп жазам. Қосылған 20-ның ішінде ондықтарда нешеу? 2. Қосылған 5. Ондық санау жүйесі деген бар. Ондық санау жүйесі. Біз бағана класстарды жіктеген болатынбыз. Бірліктер, мыңдар, миллиондар, миллиардтар. Бірліктердің ішінде бізде бірліктер бар. Ондық бар, жүздік бар. Келесі мыңдардың ішінде 4 таңбалы сандар тұрады. Ол бірлік мыңдық. Келесі 10 мың, ондық мыңдық. Одан кейін 100 мың, ол жүздік мыңдық. Міне қараңыздар. Бірліктердің ішінде қараңыздар. 1, 10, 100, 1000, 10 мың, 100 мың. Сосын мына жерде миллиондардың ішінде 1 миллион, мен қысқартып жазайын, 10 миллион, 100 миллион. Дәл сол секілді 1 миллиард, 10 миллиард, 100 миллиард. Егер класстардың ішіндегі разрядтардың ішіндегі сандар 1 және 0 осылай сандардан құрастырылса, онда оны ондық санау жүйесі деп аталады. Келесі позиция дегенді қарастырайық. Тұрған орны. Санның тұрған орны, цифрдың тұрған орны. Мысалға үшін 128, 2785, 840. Осы жердегі 8 санының орындарын қарастырайық. 8 санының тұрған орнының позициясын анықтайық. Мұнда 1 8 бар, мына жерде 8 тұр, мына жерде 8 тұр. Мына жердегі 8-дің позициясы не? Ол 8-дің позициясы бірлік. Мына жердегі 8-дің позициясы ол ондық. Ондық санының орнында тұр. Мына жердегі 8-дің позициясы ол жүздік.